негізгі мақсаты өздеріңіз білесіздер, президентіміз осы жолдауында экологияға, әсіресе мынау қалалық жерлерде немесе барлық осы адамдардың көп шоғырланған жерде экологияны сақтау жөнінде үлкен мән беріп отыр. Әсіресе біз осы бүгінгі ұйымдастырған іс-шараны жастарды тарттық. Биыл енді волонтерлар жылы, волонтерлар келіп жатыр, спортшылар келіп жатыр. Жалпы мынау қалаға жанашыр азаматтар, осы өзіміздің әріптестеріміз келіп жатыр. Сол бізді қуантады. Себебі қазір енді мынау карантин уақытында ең басты адамға не керек? Денсаулық керек. Денсаулық сақтау үшін осындай қоғамдық кеңістіктер керек. Бұл жерде осы жасыл желектер өсіп жатса, абаттандыру жасап жатсақ қалада, осы қоғамдық кеңістіктердің санын көбейтіп жатырмыз. Мына жер бос орын еді. Қазір көрдіңіз, көпірдің астында спортпен айналысатын орын бар. Жастарға, ересек адамдарға, балаларға келетін. Мына бос жер қазір үлкен саябақ болып жатыр. Абаттандыру жасаймыз, жарықтандыру, адам жүретін орындар. Негізі демалыс орын тағы бір адам тартымды жақсы бір орын пайда болды. Бүгін енді адамдармен осы біздің қала тұрғындар белсенділермен келіп бірге атқарып жатқан бұл үлкен бір тәрбиелік мәні бар. Себебі еңбекпен болады, өзіміздің ортақ үйімізді осылай күтіп ұстауымыз керек. Соған біз бүкіл қатысушыларға рахмет айтамыз. Табиғатсыз адамның күні жоқ, табиғаттан айтуға тілі жоқ дейді. Соған байланысты біз табиғат қамқорлық жасауымыз керекпіз. Және де соған орай бүкіл қазіргі қалада десем болады, барлық аудандарда осында ағаш отырғызу, болмаса сенбілікке шығу. Қазіргі уақытта, яғни біз астана жастарының волонтерлары осы жерде ағаш отырғызады. Сегодня мы собрались для озеленения нашего города. Очень рад, что принимаю в этом участие. Ребята молодцы, собрались большим коллективом, организованно посадили деревья. Очень рад этому, что принимаю участие. Спасибо организаторам данного мероприятия. Табиғатты аялап, әрине қазір қарап отырсаңыз, мысалы жасыл әлем дейді ғой. Міне мына талдың бәрі егілгенде біздің Нұр-Сұлтан қаласының әдемілігін өздеріңіз күн санап өсіп келе жатқанын көріп отырсыздар. Жұмыла жасалған тірліктің нәтижесі міне осылай.